Сіздің жасыңыз 50-ден асты немесе жақындап қалды ма? Онда неге таңертең тұрғым келмейді? Бұрынғыдай күшім жоқ. Мазасыздану артты деген сұрақтар таныс шығар. Көпшілік мұны жас өтті, солай болады деп қояды. Бірақ бұл қате ұғым. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сізге нақты себебін айтамын, және ең бастысы, не істеу керектігін түсіндіремін. Бүгінгі видеода біз тестостерон туралы, оның не екені, неге азаяды, және 50 жаста оны қалай қалпына келтіруге болатыны туралы нақты айтып беремін. Соңына дейін қараңыз, өйткені соңында сізге практикалық жоспар беремін. Ендеше тақырыпқа кірісейік. Тестостерон дегеніміз бұл жай ғана жыныстық гормон емес. Бұл ер адамның өмір күші. Ол бұлшық етпен күшті, энергия мен ынтаны, ой айқындығы мен жадыны, жүрек денсаулығын, сүйіп тығыздығын және ұйқы сапасын басқарады. Яғни, сіздің күнделікті өміріңіздің сапасы осы бір гормонға тікелей байланысты. 25-30 жаста тестостерон өз шыңында болады. Одан кейін жыл сайын 1-2%-ға азая бастайды. 50 жасқа келгенде бұл жастық деңгейдің 30-40%-ы жоғалады деген сөз. Бірақ мұны тоқтатуға немесе баяулатуға болады. Дәл осы туралы бүгін сөйлесеміз. Достар, сіз таңертең шаршаңқы немесе дененің ауысынуымен оянасыз ба? Бұрынғыдай күш-қуат жоқ па? Іш майы артып, бұлшық ет азайды ма? Себепсіз тітіркенгіштік, көңіл күйдің өзгеруі байқалады ма? Жыныстық ынта азайды ма? Зейін шашырап, ұмытшақтық артты ма? Ұйқы нашарлады, түнде оянасыз ба? Депрессия немесе мотивация жоқтық сезімі бар ма? Егер осы белгілердің үшеуі немесе төртеуі болса, бұл сигнал. Бүгін 50 жаста тестостеронды әрі дәрмексіз, табиғи жолмен тестостеронды арттырудың 8 нақты әдісін айтамын. Бірінші әдіс – тамақтану. Тестостерон майдан жасалады. Дұрыс майлар жемесеңіз, гормон өндірілмейді. Күніне 2-3 жұмыртқа жеңіз, сабысымен бірге. Аптасына 2-3 рет қызыл ет, зәйтүн майы, авокадо, жаңғақ, бадам, балық, лосось пен скумбрия тамақ дастарханыңызда болсын. Мырышқа бай тағамдар тестостерон үшін өте маңызды, сондықтан бұршақ, жасымық және асқабақ тұқымында ұмытпаңыз. Ал қант, өңделген тағам және алкогольді азайтыңыз. Алкоголь тестостеронды тікелей азайтады, бұл ғылыми факт. Екінші әдіс – күш жаттығулары. Күш жаттығулары тестостеронды 15-2-3-25%-ға арттырады. Бұл кейбір препараттармен тең нәтиже. 50 жаста тренажер залында немесе үйде де жасауға болатын жаттығулар. Аптасына 3 рет 30 минут жаттығу жеткілікті. Отырып тұру, резеңке жолақпен тарту жаттығулары. 2-2-3 килограммдық гантель жеткілікті. Бастамас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз, және жаттығуды баяу бастап біртіндеп арттырыңыз. Үшінші әдіс – ұйқы. Мұны біліңіз, тестостеронның 70%-дан астамы ұйқы кезінде өндіріледі. Ұйқы нашар болса, гормон да өндірілмейді. Күн сайын бір уақытта ұйықтаңыз, демалыс күніде. Ұйқы ұзақтығы 7-8 сағат болсын. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын телефон мен теледидарды өшіріңіз. Бөлме температурасы 18-20 градус болсын. Кешке кофе ішпеңіз. Төртінші әдіс – витамині. Витамині жай витамин емес, ол стероидті гормон. Және ол тестостеронмен тікелей байланысты. Зерттеулер бойынша витамині жеткілікті болған ерлерде тестостерон деңгейі 20%-ға жоғары болған. Күнде 15-20 минут күн сәулесі алыңыз, таңертең немесе кешке. Балық, жұмыртқа сарысы жеңіз. Қазақстанда күз-қыс айларында 3 витамині қоспасы қажет болуы мүмкін, бірақ дозасын дәрігермен кеңесіп анықтаңыз. Бесінші әдіс – стрессті басқару. Стресс кезінде денеңізде кортизол гормоны өндіріледі. Кортизол артса, тестостерон міндетті түрде азаяды. Бұл биологиялық заңдылық. Таңертең 10 минут терең тыныс алу жаттығуы жасаңыз, 4 санап дем алыңыз, 7 санап ұстаңыз, 8 санап шығарыңыз. Күнде 30 минут табиғатта серуен. Намаз, ғылыми зерттеулер намаздың кортизолды азайтатынын дәлелдеген. Достармен, немерелермен уақыт өткізуде стрессті тамаша басады. Алтыншы әдіс – табиғи қоспалар. Бұл дәрі емес, бірақ зерттеулермен расталған табиғи қоспалар бар. Ашваганда кортизолды азайтып, тестостеронды арттырады.
Мырыш тестостерон синтезіне тікелей қатысады. Магний ұйқыны жақсартады және гормон балансын реттейді. Женьшень энергия мен қуатқа жақсы. Кез келген қоспа алдында міндетті түрде дәрігеріңізбен кеңесіңіз, әсіресе егер басқа дәрілер қабылдасаңыз. 7-ші әдіс – белсенді өмір салты. Ғалымдар дәлелдеуі бойынша күніне 8 сағаттан артық отыру тестостеронды азайтады. Шешімі қарапайым. Сағат сайын орнынан тұрып 5 минут жүріңіз. Лифт орнына баспалдақты таңдаңыз. Таңертеңгі 10-20 минут серуен міндетті ырымыңыз болсын. Бақша, дача жұмысы керемет белсенділік. Ал немерелермен ойнау ең жақсы жаттығу. 8-ші әдіс – әлеуметтік белсенділік пен мақсат. Бұл туралы сирек айтылады, бірақ зерттеулер растайды. Мақсаты, іске асыратын жоспары бар ер адамдарда тестостерон деңгейі жоғары болады. Жаңа нәрсе үйреніңіз, курс, тіл, шахмат. Қоғамдық іске қатысыңыз. Достарыңызбен жиі кездесіңіз. Отбасы үшін тірек болу сезімі гормоналды жүйені оң ынталандырады. Табиғи әдістерді 2-3 ай жасап, нәтиже жоқ болса, бұл дәрігерге бару белгісі. Дәрігерге барғанда мына анализдерді жалпы тестостерон, еркін тестостерон, және ФСК гормондары, простата антигені, жалпы қан анализін тапсырған жөн. Нәтижеге қарай дәрігер тестостеронды алмастыру терапиясын ұсынуы мүмкін. Бұл гель, инъекция немесе таблетка түрінде болады. Бірақ ешқашан өзіңізге гормон препараттарын тағайындамаңыз. Бұл простата, жүрек және қан тамырлары үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Бүгіннен бастап 30 күн осылай жасаңыз. Таңертең 10 минут тыныс жаттығу жасап, 20 минут серуенге шығыңыз. Таңғы асқа жұмыртқа, жаңғақ және жемістер жеңіз. Күндіз сағат сайын 5 минут қозғалыңыз. Түстен кейін күн сәулесінде 15-20 минут болыңыз. Кешке аптасына 3 рет 30 минут күш жаттығуы жасаңыз. Ұйықтар алдында телефонды өшіріп, 10-11 аралығында ұйықтаңыз. Бір айдан кейін өзіңіздің айырмашылықты сезетіндігіңізге кепілдік беремін. 50 жас, бұл финиш емес. Бұл жаңа старт. Тестостеронды арттыру мүмкін, бірақ ол бір күннің жұмысы емес. Бұл өмір салты. Бүгін осы 3 нәрсені жасаңыз. Біріншіден, белгілер тізімін өтіп, өзіңізді тексеріңіз. Екіншіден, бүгін кешке 10-да ұйықтаңыз. Үшіншіден, ертең таңертең 20 минут серуенге шығыңыз. Ширақтық жасыңызда емес, таңдауыңызда. Егер бүгін жаңа нәрсе үйрендіңіз деп есептесеңіз, лайк басыңыз. Комментарийге жазыңыз, сізде осы белгілердің қайсысы бар еді. Каналға жазылыңыз, өйткені ер адамдар денсаулығы туралы жаңа видеолар апта сайын шығады. Және достарыңызбен бөлісіңіз, бұл ақпарат оларға да пайдалы болады.